Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын қаттама нан пісіретін боламыз. Алдымен каналыма лайк басып жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге керек заттар әрине ол ұн. Ұнымызға тұзымызды қосып, жылы суымызды қосып, барлығын илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді осыны бірігу үшін пакетикке салып, бетін жауып 15 минутқа қойып қоямын. Қамырымыз дайын болды. Енді мен осыны екі бөлікке бөлетін боламын. Енді қамырымызды осылай оқтаумен жұқа теп-тегіс етіп жайып шығатын боламыз. Қамырымның жұқалығы дәл осылай болды. Енді осының үстіне ерітілген сары майымызды жаймен-жеп жағып шығатын боламыз. Майымызды жағып болғаннан кейін осылай тығыз қылып, шіңшке қылып орап шығасыздар. Видео көрсетілгендей етіп істейсіздер әрине. Бұлай тығыз қылып орауының себебі беті қатпарлы болу үшін, піскен кезде әдемі болып пісу үшін осылай орау қажет. Енді орап болғаннан кейін осылай мен 4 бөлікке бөліп алдым. Қамырымызды кесіп болғаннан кейін осы видеода көрсетілгендей етіп басасыздар. Басы осылай тұруы керек. Қамырымыздың бәрін жайып болды. Жұқалап, енді қызып тұрған оттағы майға пісіріп алатын боламыз.
осылай екі жағын осылай қысартып пісіріп алатын боласыздар. міне қаттама нанымыз осылай керемет болып қытырлап шықты. Дәмі де өте керемет болды. Сізде де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Каналыма лайк басып жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.